Ал 14 маусым дүниежүзілік донор күні. Аталмыш күнге орай қалалық мәслихат депутаттары Жас отан жастар қанатының жастар мәслихатының өкілдері қан тапсырды. Жалпы өткен жылы солтүстік қазақстандықтар 7,5 мың литр қан тапсырыпты. Бұл күннің негізгі мақсаты қан тапсырушылардың санын арттыру арқылы мұқтаж жандарға көмектесу. Донор сөзі латын тілінен аударғанда өмір сыйлаушы дегенді білдіреді. Ал өмір сыйлауға ұмтылу сауапты іс дейді шара қатысушылары. Бүгін қалалық мәслихат депутаттары және жастар мәслихат депутаттары қан беру орталығына келіп, қан беруде. Өз пікірім, ол денсаулыққа жамандық келтірмейді деп ойлаймын. Осындай әр жағдайда біздің берген қанымыз адамдарға көмектеседі деп ойлаймын. Жалпы облысымызда қан тапшылығы байқалады. Бұл әлі күнге дейін өзекті мәселе болып отыр дейді қан орталығының директоры Сабыржан Таукелов. Сондықтан дені сау, ниеті бар жандарды қан тапсыруға тарту мекеменің негізгі міндеті. Және бұл мақсат орындалып та жатыр. Соңғы жылдары өз еріктерімен қан тапсыруға ниет білдіргендердің саны айтарлықтай артыпты. В рамках исполнения поручения Министерства здравоохранения Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің өтеусіз донорлықты дамыту тапсырмасын орындау мақсатында жұмыс атқарудамыз. Қан емхана, дәріханаларда сатылмайтын өнім, оның жалғыз тасымалдаушысы адам. Сондықтан тұрғындардың көптеп келуі біз үшін мұқтаж жандар үшін маңызды. Әсіресе 3-4 топтағы қан аз болып жатады. Қаладағы мекеме қызметкерлері келіп, жиі қан тапсырып тұрады. Осыдан 5 жыл бұрын облыстық қан орталығы 5 мың литрге жуық қан жинаса, өткен жылы тұрғындар 7,5 мың литр қан тапсырыпты. Қан тапсырмас бұрын ниет білдірушілер арнайы парақшаны толтырып медициналық тексерістен өтеді. Қажетті талаптарға сай болған жағдайда қан тапсыру кабинетіне жіберіледі. Сыннан сүрінбей өткендердің қатарында Асхат Ғұмыров та бар. Сегодня вообще сдаю кровь первый раз. Бүгін алғаш рет қан тапсырып тұрмын. Денсаулығым, көңіл күйім жақсы. Осындай шараларды жиі өткізіп тұрған дұрыс деп санаймын. Егер менің қаным біреудің өмірін сақтап қалуға көмектессе, үлкен абырой болар еді. Өңірімізде жылына бірнеше рет қан тапсыратын адамдарда баршылық. Олар құрметті донор атағына ие. Донор күніне орай бұл жандар облыстық қан орталығы атынан арнайы сыйлыққа ие болды. Солардың бірі қала тұрғыны Надежда Пенигина. Алғаш рет 1972 жылы донор болған ол, жылына бірнеше рет қан тапсыруды әдетке айналдырыпты. Первый раз я сдала кровь в 1972 году. 1972 жылы менің бір әріптесім қатты жарақаттанып ауыр халде ауруханаға түсті. Біз оған көмектесу үшін ұжым болып қан тапсырдық. Содан бері мен жыл сайын донор боламын. Кейде мені мекеме қызметкерлері өздері шақыртады. Кейде өз ниетіммен келемін. Жалпы жылына 3-4 рет келіп тұрамын. Қан тапсыру сауапты іс. Мұны депутаттың да, белсенді жастардың да, қарапайым тұрғындардың да естен шығармағандар абзал. Фариза Жазитова, Дулат Мұсафиров, ақпарат.